59 сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін әрбір тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 32 тапсырма тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Құрылысшы. Құрылысшы дегеніміз үлкен үй ғимараттарды салатын, өте батыр адамдарды құрылысшы деп айтамыз, өйткені олар үлкен биіктікте жұмыс істейді, және де олар әдемі ғимараттарды салатын адамдар болады. Құрылысшы. Қолда темір қалағым, саздан сарай қаладым, Алматыдан аумайтын әсем қала саламын. Ал сен өз қалаңа қандай сәулетті ғимараттар салар едің? Мен өз қалама әдемі бау-бақша және де әдемі саябақ салар едім. 33 тапсырма көңіл қойып оқысаң, екі жолдан тұратын мақал шығады. Сол мақалды тауып жаз. Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сыз. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызып көрсет. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықпен сыз. Ақыл жастан шығады және асыл тастан шығады. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызып көрсет. Бұл жердегі сөйлем мүшелерінің байланысы ақыл және асыл. 34 тапсырма суреттегі зат атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап оқы. Бұл суреттегі зат атауларының алғашқы әріптерінен шыққан сөз пирамида сөзі келіп шықты. Шыққан сөз туралы не білетініңді айт. Пирамида ежелгі Египетте орналасқан. Ол бұрынғы заманда үлкен құрылысшылар, сәулетшілер алғашқы ойлап тапқан өнері, алғашқы ойлап тапқан өнеркәсібі және де құрылысы болған. Оларды үлкен қыштардан және де сапалы қыштардан салған болған. Ол пирамидалар әлі күнге дейін өз қалпында тұр. 35 тапсырма сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай мәтін шығатындай етіп жаз. Мәтінге ат қой. Балалар мұз айдынға келді. Айжан мұнда бірінші рет келген еді. Ол әлі өздігінен коньки тебе алмайды. Оған достары көмектесті. Жандос пен Гүлназ коньки тебіп жүр. Медеу мұз айдыны сәулет өнеріне жата ма? Медеу мұз айдыны сәулет өнеріне жатады. Өйткені оны ойлап тапқан адам өте кең, өте терең ойлап, өзінің білімділігімен ол Медеу мұз айдынын салған болатын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырма сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойсаңдар, мен сендерге пайдалы видеоларды көбірек шығарып отыратын боламын. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарийға жазып кетсеңдер, міндетті түрде жауап беретін боламын.